Менде 103 мың болып тұр дейді мына кісі. Сәлеметсіз бе? Егер де сіздің депозитіңізге 103 мың вознаграждение көрсетіп тұрса, яғни қызыл нүкте, банк сыйақысы, онда сіз дәл қазір 15 ақпанға дейін 41 миллион 200 теңгенің үйін алуыңызға болады. Әрине, сіз табысты міндетті түрде растау керек боласыз, және де осы сумманың 41 миллион теңгенің үйінің жартысын құю керек болады. Егер де сіз 15 ақпаннан кейін алғыңыз келсе, онда осы вознаграждениемен сіз 20 миллион теңгенің үйін рәсімдей аласыз 7,5%-бен екінші нарықтан. Ал дәл қазір алатын болсаңыз, онда сіз 9%-бен рәсімдей аласыз 40 миллион теңгенің үйін. Ал егер де сіздің депозитіңіз 3 жылғы болса, және де оның ішінде ақша жатқан болса, мысалы 3 миллион, наверное, скорее всего сондай шығар, онда сіз 5%-бен 6 миллион 437 мың 500 теңгенің займын рәсімдеуіңізге болады. Ол деген сөз, егер де үйдің бағасы 10 миллион болса, сіз 6 миллион 437 мың 500 теңгеге займды рәсімдейсіз, ал қалған суммасын наличкамен беруіңізге болады үй сатушыға. Тағы бір айтып кететін жайт, егер де 6 миллион 437 мың 500 теңгенің займын рәсімдейтін болсаңыз, онда сіз 5% бен рәсімдейсіз, және де табысты мүлдем растамайсыз.